Күрішті қастерле. Ухуд шайқасында Мұхаммед пайғамбардың, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, астыңғы күректісі сынады. Ұрыс біткен соң бір сахабасы сынған тісті тауып алады. Пайғамбардың тісін аяқасты қылуға дәті жібермей, оны үйінің бір бұрышына көмеді. Тіс көмілген жерден әппақ күріш өсіп шығады. Сахаба пайғамбарды шақырады. Пайғамбар келіп, Ясин сүресін оқып дұға жасайды. Ол сахабаға: Алла менің тісімнен күріш өсіріп шығарды, оған Ясиннің қуатын бердім, оны аяқ асты етпеңдер деп өсиет айтады. Содан бері халық күрішті қастерлепті. Пайғамбардың дұғасынан соң күріш тойымды әрі берекелі асқа айналыпты деседі. Сыр бойында күріштен жасалған тағамдардың қалдығын итке бермейтін тыйым қалыптасқан. Тұзды шашпа. Ибраим пайғамбар келген қонақтың алдына нан мен тұз қояды екен. Бірде дастарханда тұрған тұзы төгіліп кетеді. Пайғамбар дереу төгілген тұзды тере бастайды. Қонағы: ештеңе етпейді, несіне сонша әуре болдыңыз дейді. Жаббар хақ жеті берекенің бірін тұзға жасырған, берекемді шашып алмайын деп теріп жатырмын дейді. Қонақ пайғамбарға риза болып тұзды бірге терісіпті. Осыдан бастап ел арасында тұзды төкпе, шашпа деген тыйым шығыпты. Тұз төгілсе несібе азаяды, ырыс кемейді деп сенеді. Кей жерлерде тұз төгілсе оның үстіне қант себеді. Онысы тұзым қатты болмасын, тәтті болсын деген ниеттен туған екен. Әлі күнге дейін қазақ арасында үйде тұз таусылып қалса, көршілер бір-бірінен сұрамауға тырысады. Алған күнде де үйдің бұрышына бір түйірін шашып кетеді. Өзгенің асына сұқтанба. Мұхаммед пайғамбар дастархан басында сахабаларына: ас ауқат Құдайдың пендеге берген ырзық несібесі, оны аяқасты ету күпірлік. Ас жеген кезде шетінен бастаңдар. Астың берекесі табақтың шетінен ортасына қарай өрілген. Басқаның асына сұғынбаңдар. Ол біреудің несібесіне сұқтанғанмен бірдей деген екен. Өзгенің асына сұқтанба деген тыйым осыдан шығыпты. Ас жеген кезде әркім өз алдынан жеу керек. Тырнақты тістеме. Ертеде бір кедей болыпты. Ол қанша еңбек етіп тер төксе де еңбегі зая кете беріпті. Анда-санда бір тойса шала байып қалады екен. Бір күні Мәдина шаһарында Мұхаммед деген, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, Алланың елшісі барын естиді. Оған барып жолығуға бел байлайды. Ұзақ жол жүріп пайғамбарға келеді. Уа Алланың елшісі, мен байлыққа жарымай-ақ қойдым. Қанша тер төксем де еңбегім зая кетеді. Соның себебі неде деп сұрайды. Жігіттің бір жаман әдеті бар екен. Ол өскен тырнағын тісімен алып тастайды екен. Пайғамбардың алдында тұрғанда да сол әдетін қайталапты. Пайғамбар жігіттің мазасыз халін көріпті де оның басынан сипап: тырнақ тістегенді қой, бұл жаман әдет. Әділ Құдай сенің адал еңбегіңді жемейді. Адал кәсіптің құты мен берекесі отбасыңа дарғысы келеді, бірақ мына жағымсыз әдетің оны үркітіп жібереді екен депті. Жігіт кедейшілік себебінің сырын білген кезде таң қалады. Жаман әдетінен дереу тыйылады. Көп ұзамай ісі де алға басып, дәулетті адам болған екен. Қолды жуған соң сілкіме. Бірде Ғайса пайғамбар жолаушылап келе жатып Іблісті көреді. Ібліс ізіне жүздеген ұрпағын ертіп алып сап болып кетіп бара жатыр екен. Ғайса: әй Ібліс, мынаның барлығы балаларың ба деп сұрайды. Иә, балаларым. Не деген көп? Қалай өсіп көбейгенсіңдер деп таң қалады. Сонда Ібліс: кей адамдар қолын жуған кезде сілкілейді. Сілкілегенде шашыраған әр тамшыдан менің балаларым пайда болады. Адам қолын жуғанда сүлгімен сүртпей сілкісе екен деп тілеп тұрам депті. Іблістің жауабын естігенде Ғайсаның жүрегі дір ете қалыпты. Содан бастап ол жуған қолды сілкімеңдер деп үгіт насихат етіпті. Бүйіріңді таянба. Дәуіт пайғамбардың 30 ұлы болған екен. Бірде құлшылық уақыты таяғанда ол ұлдарын ертіп мешітке келеді. Халық жиналып үлгермепті. 30 ұлым да бір жамағат қой деп жұртты күтпестен ұлдармен ғибадатты бастап кетеді. Намазы екі жаққа сәлем беріп жатып, расында өзімнің әулетім бір қауым ел екен деп астамшылық ойлайды. Намаз бітіп, бата жасаларда 30 ұлы сәждеден тұрмай қалады.
Дәуіт секем алып тіксініп қалады. Астамшылық ойлап халықты күтпеген үшін Алла оның 30 ұлына сол мезетте қаза жіберген екен. Сол кезде пайғамбар малдасын құрып отырған бойы қолын екі бүйіріне таянып қайғырыпты. Содан бері ел арасында біреудің жақыны қайтыс болса, бүйірін таянып отырып аза тұту дәстүрге еніпті. Бейуақытта екі бүйірін таянуға болмайды, жамандық шақырады деген түсінік бар. Саусағыңды шошайтпа. Білім сайысында періштелер адам атадан жеңілген соң Аллах тағала енді менің адамыма сәжде жасап оған құрмет көрсетіңдер деп әмір етті. Білім сайысында адамнан жеңіліп, шайман болған періштелер жапа тармағай сәждеге бас қойды. Адамнан мін іздеп, Алланың шеберлігіне шек келтірген ібліс қана іркіліп қалды. Адамның артықтығын мойындауға тәкаппарлығы жібермеді. Менмендігін жеңе алмаған күйі шалқайып тұра берді. Аллах тағала: «Әй ібліс, сен неге менің әмірімді орындамайсың?» деді. Ібліс: «Ол топырақтан, мен оттан жаралдым. Мен одан артықпын» деді. Жаббар хақ қаһарланып: «Шық менің дәргейімнен. Өзін өзгеден артық қою менің ең жек көретін мінезім» деді де іблісті қууды Жибрилге тапсырды. Сол кезде Жибрил ібліске сұқ саусағын қадап тұрып: «Мына малғұнның мойнына қарғыс қамытын кигізіңдер» деп періштелерге бұйырды. Жибрилдің сұқ саусағы іблістің жүзіне тігінен қадалғанда, оның бұрынғы періште сипатының бәрі ағып түсті. Тас төбесінен екі мүйіз, артынан салаңдаған құйрық шықты. Аяғы тұяққа айналды. Екі құлағы тік шығып, денесін қара жүн басты. Бұрынғы жарқын жүзі сол заматта солды да, бет әлбеті қорқынышты құбыжыққа айналды. Періштелер оны тырп еткізбей ұстады да, мойнына қарғыс қамытын қинап кигізді. Сол сәтте ібліс қорыққаннан кіші дәретін бұтына жіберді. Осыдан бастап, сұқ саусақты адамға қарата шошайтуға болмайды деген тыйым қалды. Куә болып қарап тұрған періштелер шүкіршілік етіп, екінші рет сәждеге бас қойды. Намазда 2 рәкат сәжде жасау періштелердің сүннеті екен. Адамды мазақтама. Нұх пайғамбар кеме жасап жатқанда бір қылжақбас күнде оны мазақ етеді екен. Оның құйтырқы сөздеріне Нұх шыдай алмай кейде жылап жібереді екен. Ол: «Мына жындының ісін қараңдар, су жоқ жерге кеме жасап жатыр. Кемеге барлық жануарды жинамақшы. Кемеде қасқыр мен қой, түлкі мен тауық қайтып бірге тұрады» деп әжуалайды екен. Бір күні апат басталып, барлық жануар хақтың әмірімен кемеге мінеді. Кеменің есігі жабылар соңғы сәтте Жибрил періште бір мақұлықты сүйреп әкеліп: «Әй Нұх, мынау сені әжуалап талай рет жылатқан қылжақбас, момынды мазақтаған, Құдаймен ойнағанмен бірдей. Сенің ала қылғаны үшін Алла оны маймылға айналдырды. Оны ала кет, топан судан қалай аман қалатындарыңа куәгер болсын» дейді. Қылжақбас адам маймылға айналып хайуандардың қарасын көбейтеді. Содан бері өзі де елдің мазағына ұшырап келеді екен. Кісіні мазақ етпе деген тыйым осыдан қалыпты. Жарымжан жанға күлме. Кем-кетік, мүгедек, жарымжан адамға күлуге, мазақтауға болмайды. Бұл әдепсіздікке, астамшылыққа жатады. Ел мұны: күлген кісі күлге көміледі, көлге кетеді, екі етегін түре кетеді, өмір бойы күрсініп өтеді деп жамандыққа жатқызады. Екі түрлі аяқ киім киме. Қазақ көкек құсына тиіспейді. Аңыз бойынша көкек адам екен. Бір күні қайын жұртына күйеу болып келіпті. Аяқ астынан оның аты жоғалады. Қалыңдықтың сіңлісі жездесінің атын іздеп шығады. Байқауста бір аяғына өзінің, екінші аяғына жездесінің етігін киіп кетеді. Аяғына екі түрлі кебіс кигендіктен қыз көкек құсына айналып кетіпті. Көкектің бір аяғы қызыл, бір аяғы көк болатыны содан екен. Аты іздеп шығып жоғалған қыздан пайда болған көкек те аты жоқ құс аталады. Киелі құс санатына жатады. Көкек қонған ағаштың бұтағын сындырып алып, майы мол болады деген ұғыммен іркітке қосады екен. Осыған орай ел арасында екі түрлі етікті кимеу керек деген тыйым пайда болыпты. Жыңғылмен мал айдама. Бір күні пайғамбар түйесін жыңғылмен айдап бара жатқан бір байды көреді. Пайғамбар:
жыңғылмен мал айдама, малың азаят дейді. Бай: сені де пайғамбар дейді. Жыңғылмен мал ұрса не болыпты? Көп тобылғының бір емес пе дейді. Тобылғыға Алла кие берген, жыңғылға шайтан сиген. Құдай берген дәулетіңді араммен былғадың депті. Бай оның сөзіне мән бермейді. Арада апта өткенде малына топалаң тиіп, бір күнде тақыр кедейге айналады. Содан бастап жыңғылмен мал айдауға болмайды деген тыйым шығыпты. Ел арасында да жыңғылмен малды айдама, кендірмен малды байлама, жыңғылмен малды айдасаң, мал бітер деп ойлама деген пайғамбардан қалған екен. Қыз баланы құрметте. Баяғыда бір жігіттің жалғыз аты болыпты. Бір жаққа шыққанда қарындасы оның атын қарауылдайды екен. Бірде қарындасы аттан көз жазып қалыпты. Ағасы: ат қайда деп сұрайды. Қарындасы: көз жазып қалдым дейді. Ағасы ашуланып: жоғал онда деп қарындасына қолы тиеді. Қыз ағасына өкпелеп бас ауған жаққа кетіп қалады. Жолда келе жатып: бүйткен ағам бар болсын, онан да тасбауыр құсқа айналып кеткенін жақсы емес пе дейді. Содан тілегі қабыл болып, заматта құсқа айналып кеткен екен. Ертеңіне ағасы қарындасын іздеп шықса, бір жалғыз ағаштың түбінен қарындасының киімдерін көреді. Ағаштың бұтағында бір құс қонып отыр екен. Жақын барса, әлгі құс көк көк деп дыбыстайды екен. Қарындасы бұрын ағасын көке деп айтады екен. Құстың көк көк деп дыбыстағаны көке деген екен. Ағасы қарындасын танып, оны ренжіткеніне қатты өкініпті. Аңыздың айтуынша, ағасы қатты қайғырғаны сонша самай шашы ағарып кетіпті. Ал беймәлім құс содан бастап ел арасында көкек атаныпты. Көкектің өз атын өзі шақырады дейтіні көкесінің атын атағанына байланысты дейді. Осыдан бастап ел ішінде қыз баланы ренжітпеу керек, қарындасына қол көтеруге болмайды деген ырым тыйым пайда болыпты. Қарындасты қадірлеу жөнінде тағы бір аңыз былай сөйлейді. Қорқыт ата 40 жыл өлімнен қашады. Ажалға айла таптырмай ұзақ жасапты. Өлімге себеп болар барлық апаттың алдын алып, аралда қобызын зарлатып отырады екен. Оған шәкірттері тостақпен су әкеліп тұрыпты. Бір күні қарақұрт тостаққа жабысып алып өтіп кетеді. Қорқыт ауқаттанып отырғанда өрмекші башпайын шағып алады. Қорқыт қарақұрттың уынан ісініп, дірілдеп, жаны алқымға келеді. Соңғы демі үзілер шақта шәкірттеріне: мені кебіндеп жерлегенде сол аяғымның башпайларын көнбей сыртқа шығарып тастаңдар деп өсиет етеді. Шәкірттері: баба, неге олай дейсіз дейді. Себебі бозбала шағымда сол аяғымның башпайы қарындасына тиіп кетіп еді. Қарындасына қолы не аяғы тигендердің көрдегі азабы қатты болады. Осы қателіктің өкініші өзекті өртеп кетті. Көмілмеген аяғым кейінгі ұрпаққа өнеге болсын. Қыз баланы ұрып соқпаңдар, Құдайдың қаһарына ұшырайсыңдар депті жарықтық. Қорқыттың оқиғасы қыз баланы құрметтеп, оған қол көтеруге тыйым салған дәстүрге себеп болған екен.